Ассаляму алейкум достар, бүгінгі күнімізді әсемдейміз. 26 мамыр аят. Ол бергенін өзіне жасалған жақсылықтың қарымтасы деп бермейді. Қол ұзатқаны үшін ешкімнен сый-сияпатты күтпейді. Тек қана Раббысының разылығына қауышуды ғана көксейді. Хадис. Алла тағала тәубе етушінің тәубесін қабыл етеді. Дұға. О Алла тағалам, егер менің пешенеме бақыттылардың қатарына болуды жазған болсаң, мені ол жерде тұрақты ете көр. Ал егер бақытсыздардың қатарына жазған болсаң, онда мені олардың қатарынан өшіріп, жақсылардың қатарына жаса көр. Өткені сен қалағаныңды орындайсың, о Раббым. Халық даналығы. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Алла тағаланың 99 көркемесін